Аятындағы жалпы білім береді. Мектебінің 8-ші б-сынып білім алушысы Ерлан Ғазагерім. Абайдың 5-ші қара сөзі. Көкірек толған қайға кісінің өзінен де белетпейді. Бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, Құдай, жас баладай қайғысыз құла көр, деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан көрі, өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болған сығыны. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Әуелі, түстік өмірің болса, күндік мал жей. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздықтың беті жарық. Ер азығы мен өр азығы жолда. Ердің мал елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар, аулаған қолын берген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз. Қарның ашса, қаралы үйге жап. Қайраны жоқ келден бес, қайры жоқ елден деген осындай сөздері көп есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдада не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Мал үшін қам жейді екен. Бірақ ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені малдарды алды, алмай-ақ яки мақты алмақ екен. Бермесе онымен жауласпақ екен. Малды болса әкесін жалуды да ұят көрмейді екен.